Бөкен би. Шамамен 1663-1756 жылдары өмір сүрген. Бөкен Атырау елінде аға би болады. Ол Есет биден 8, Айтуар биден 1 мүшел үлкен екен. Сондықтан оның өзінде айтқан билік сөзінде ел жұрт қадір тұтып сыйлаған. Бөкен бидің әкесі де, өзі де дүние, мал мүлікке қызықпаған. Күнкөрістік шағын ғана шаруаға қанағат етіп жүре берген. Сондықтан ол билік шешімге кіріскенде адамды мал мүлік байлығына емес, ақыл, ой, санасына, адамгершілік қасиетіне қарай бағалап, әділ төрелік айтумен аға би атанған. Елдің татулық бүтіндігін қорғап, әділетті, қарапайымдылықты мәртебе еткен. Өзге билер сән-салтанат құрып, әсем киініп, жүйрік ат мініп, той жиынға баратын болса, Бөкен би той жиыннан аулақтап, үнемі өгіз мініп жүрген. Мұнымыз не дегендерге би? Әсем киініп, сән-салтанат құрып, жұрттың бергенін ала берсем, менде әділдік, адамгершілік қалама. Масайрап құдайымды ұмытып кетпеймін бе? Одандағы жай ғана қарапайым, орта құрсақ, қара шаруа, қара жаяуым жақсы дейді екен. Әділ төрелігін, жақсылығын, қамқорлығын көргендер ат мінгізіп, оғалы шапан жапса, алдына қоралап мал айдатса, сол жерде елдегі жоқ-жұқаналы малшы-жалшыларға бөліп беріп атып жүр. Бөкен бидің осы әдетін білетін байлар, билер, барлар. Бөкенге бергенше өзімде қалсын, Бөкенге берсең, бәрібір қойшы қоланға жем боп кетет деп, оған еш нәрсе атамайтында, бермейтінде болған. Бөкен бидің осы мінезін білетін ағайын туысы бидің азын аулақ мал мүлкіне өздері қарайтын болған. Шөбін өздері шапқан, малдарын өздері баққан. Бөкеннің онымен ісі болмаған. Ел арасындағы дау-шарға әділ билік айтып, ел тағдырын ойлап жүре берген. Бөкен бидің ақыл-нақыл сөздерін естуге құмар болған ағайын жекжат, ауыл-аймақ биді арнайы шақырып, бірнеше күн жібермей күтеді. Бөкен баба небір нақыл сөздердің тиегін ақтады екен. Бір жолы Сарыкөлді жайлап отырған Асау би қонаққа шақырыпты. Асау би Бөкеннен 9 жас кішіген. Өзінің 10 жасар Тұрлан деген баласына: Бөкен биді шақырамын. Сен тік тұрып қызмет қыл. Қолына су құй, айтқан сөзін тыңда, батасын ал дейді. Асау би өзі барып Бөкенді шақырып келеді. Тай сойып бір жұма күтеді. Баласы Тұрлан жүгіріп қызмет көрсетеді. Бөкен Асаудан: Мынау мен көрмеген қай балаң? Деп сұрайды. Ең кенжеміз Тұрлан ғой, дейді Асау би. Кенже деме, оның артынан сенде де, менде де туып қалар. Алла жарылқаймын десе, қиын емес дейді. Бөкен осыны айтады да, ас судың соңынан Тұрланға: Ең алдымен адам бол, адал бол, азамат бол, білімге бойла, халық қамын ойла деп шұбырта бата береді. Ел Бөкен биді көріпкел әулие деп айтады. Сол жолға Асау биге айтқаны айнымай келеді. Асау бидің тоқалы көп кешікпей-ақ 2 нәресте көреді. Тұрланы білім жолына түсіп оқымысты болды, ұзақ жыл молдалық етіп көптеген шәкірт тәрбиеледі. Асау бидің үйіндегі сол отырыста бір ақсақал Бөкен биден: Қонақ неше түрлі болады? Деп сұрапты. Сонда Бөкен баба: Ұдайы қонақ, құдайы қонақ, қыдырма қонақ, қылқима қонақ деген 4 түрлі қонақ болады депті. Ұдайы қонақ деп мына біз сияқты арнайы сыйлап шақырылған қонақты айтады. Құдайы қонақ деген жолаушылап келе жатып, амалсыздан ат басын бұрады. Қыдырма қонақ деп шақырмаса да айналып соға беретінді, ал қылқима қонақ деп әр үйдің түтінін аңдып, тамақ ішіп кетсем деп қылқиып отыратынды айтады депті. Тағы бір үйдің берекелі дастарханында отырғанда Бөкен биден ауылдың қариясы: Жігіттің неше жұрты бар? Депті. Бөкен би оған былай деп кері сұрақ қойыпты: Өзің айтшы, қанша жұрты бар деп ойлайсың? Ел айтып жүр ғой, жігіттің өз жұрты, нағашы жұрты, қайын жұрты бар деп. Өз жұрты күншіл, нағашы жұрты сыншыл, қайын жұрты міншіл деп. Әй, отағасы-ай, жігіттің ең басты, негізгі жұртын әлі білмейді екенсіз ғой, депті Бөкен би. Ол қайсы жұрт еді? Тыңдаңыз, мен айтайын. Жігіттің күндемейтін, сынамайтын, мінемейтін бір жұрты бар. Ол Алаштың азаматы ғой дегенде отырған көпшілік: Бәрекелді, Бөке, тауып айттыңыз. Жұртты руға, жікке бөлмейтіндерге арнайы айтылатын аталы сөз екен депті Бөкен биге риза.
болып, ел ішінде еламан елге теңелді, ешкі қойға теңелді деген қанатты сөз бар. Бұл сөздің шығуы былай: кіші жүз байұлының 5 қой істеген атасына жататын еламан. Деген елеусіз, ескерусіз, ешкім елең қыла қоймайтын момақан ауыл болады. Осы ауылдың осындай жуас жағдайын білетін Бөкен би бір жолы Шеркеш еліндегі бір мәслихаттан қайтып келе жатып, Еламан ауылына ат басын бұрады. Қасындағылары: «Бейке-ау, өзі жармай отырған кедей ауылға неге қонамыз? Жағдайыңыз болмайды ғой. Одан дағы ілгерілеп барып, байлаулы ауыл Қара кемпірге жетіп қонайықта», дейді. Сонда Бөкен баба: «Байлығы шалқыған бар ауылда болып жүрміз ғой. Мынау жоқ-жұқаналы Еламан ауылының еңсесін көтеріп, ел қатарына қосып кетейік те. Бұлар да бір атадан туған туыс ел ғой», дейді. Бөкен бидің осы сөзімен олар Еламан елінің Қыздарбай деген ақсақалының үйіне түседі. Қыздарбай оларға не соярын білмей, асып-сасып қалады. Бөкен би: «Саспа», дейді. Қыздарбай: «Ешкіден басқа соятын малдың реті болмай тұрғаны» деп басшының айтады. Бөкен би: «Сол ешкінді сойдағы, ауыл аймағындағы ақсақалдарыңды түгел шақыр», дейді. Қыздарбай сөйтіп еламандықтарға 3-4 жігітін шақырушы етіп жібереді. Олар: «Еламан еліне Бөкен би келіп қонып жатыр. Сіздерді қонағасына шақырады» деп хабар айтады. Бұл хабарды есіткен ауыл адамдары, көршібай ауылдар: «Еламанды да елеп кісі түседі екен-ау, оларға атақты Бөкен бидің қонақ болуы тегін емес. Қой, болмас, біз де сойысымызды ала барайық, құр қол барғанымыз ұят болар» деп бірі тайын, бірі танасын, енді бірі қойын тоқты торымын жетектеп жан-жақтан Еламан ауылына ағыла бастайды. Бәрі Бөкен биге Қыздарбай бастаған Еламан ақсақалдарына сәлем беріп тарту таралғы сойыс соғымын тапсырысады. Бөкен би тағы 2-3 күн жатып Еламан елінің шежіресінен әңгіме шертеді. Бұл елден шыққан игі жақсыларды батыр ақын би шешенді атап, елдің жаманы болмайды, әр елдің аруақты ардақтылары болған деп, олардың рухын көтере сөйлейді. Бөкен би аттанып кетеді. Жол жөнекей жауғашты елін басып өте бергенде, ол ауылдың байлары шылауына оралып: «Әдейі ат жібертіп алдыратын атамыз едің, аттан түсіп қонақ болып аттаныңыз», десе, Бөкен би: «Мынау Еламаннан қой етін жеп, әбден кекірігіміз асып келе жатыр. Еламанда кісі күтетін берекелі ел екен. 3 күндей тік тұрып күтті. Еламан елге теңелді, ешкі қойға теңелді» деп ілгері жүре беріпті. Бөкен бабаның осы қанатты сөзін Қыздарбай ақсақал үнемі айтып, ұрпақтан ұрпаққа таратыпты.